Сәлем ардақтағы ағайын. Бүгін күнтізбе бойынша 14 наурыз көрісі күні. Бұл мейрам негізінде жалпы қазаққа ортақ болғанымен батыс аймақта кеңінен тойланады. Бірақсы мейрамның артық кемі жоқ деп жатамыз ғой. Осындай керемет мерекеде біз Қазақстан телеарнасының тележүргізушісі Оралдың қызы Нұрбегүл Егізова батыстың тумасы ретінде көрісі күні жайлы береді. Нұрбегүл, жалпы осы 14 наурыз көрісі күні жайлы айтып берсеңіз өзіңіз. 14 наурыз бүгін негізі батыс жақтың тұрғындары, яғни оның барлығын бөлудің қажеті жоқ, бірақ сол жақтың адамдар қалыптасып қалған, бұрынғы заманнан келе жатқан дәстүр десек болады. Бір-біріне реніштеріңіз болса, өкпелеріңіз болса, кешіру керек. Яғни қыстан осы мал жан аман есен шықты ма деген сондай бір қуанышты хабарларды бір-біріне жеткізіп, құшақтасып, шүйіркелесіп, әңгімелесетін ондай тамаша, осындай бір мереке десе болады. Керемет мереке екен, шынымен де біз көбіне біле бермейміз ғой. Қонақ жұрт біле ме екен, сұрап көрсек қайтеді. Аман есен шығуыңызбен осы салт дәстүр туралы білесіз бе? Не білесіз? Мен өзім Батыс Қазақстан облысының қызымын. Біздің кішкентай кездерімізден ата-бабаларымыз, әке-шешелеріміз осы біздің 14 наурыз күнгі мерекені мерекелеп, жаңа жылдың басы деп айтатын топ. Қазірде де сол дәстүр бізде сақталған. Сондықтан мен сіздерді де мына жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Мынау жаңа жыл бізге ақ мол болсын, дәм көп болсын, балалар бақытты болсын, еліміз тыныштықта болсын. Апай, көп рахмет. Құтты болсын. Мен сізді құшақтап. Осы күні 14 наурыз күні қыстан аман есен шықтыңыздар ма? Бір жасыңыз құтты болсын деп, жаңағыдай бір-бірімен амандасып жатады. Ондай дүние естіген жоқсыз ешқашанда. Бірінші рет көрісіп тұрсыз ба? Қалай сізге? Қызық болып тұр ма? Қызық. Біздің бірге таңдаймыз бағдарламасына қатысқан болатын Мақпал. Өзі бүгін көрісіп айт құтты болсын. Осы жайында не білесіз? Осы жайында көп естіген, батыс жақта көп тойланады. Мал айту дейді, көрісу дейді. Өзім Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы. Өздеріңіз өйтіп көрісіп амандаспайсыздар ма? Көрісіп жоқ. Ары қарай жалғастыру, дамыту ойыңызда бар ма? Әрине бар, бұл жақсы ғой, көктемде жаңағы аман есен шығып қыстан деп жаңа бас қосып, үлкен апаларымыз, әжелерімізбен амандасып келуге болады. Болсын. Сәлематсыздар ма? Сәлематсыздар. Бір жасыңызбен. Сәлематсыз ба? Қалайсыздар? Мен айтқаныңыз келсін, апай. Жылдан жылға аман сау жерлі бол. Сәлематсыз ба? Қалайсыз? Амал айты дейді, көрісу айты дейді, құтты болсын. Сәлематсыз ба? Сәлематсыздар ма? Құтты болсын айты. Батыс жақта осы көрісу. Көрісуді бұл бала кезімізден қанға сіңген туысқандық, бауырмалдық, кешірімділік. Абысын ажын жаңа тума туыс арасында бір кішкене кіргізген болса да, мына күні таңертең ерте тұрғызады. Балаларды шығап тұрып жібереді ауылда. Ана, бар көрісіп қайт. Бар көрісіп қайтады. Мынандай дастархан толып тұр деп жалған айта алмаймын, бірақ көңілдерінің байлығы. Міндет бұл тәрбие. Тәрбие өзі бұл. Осыдан жас ұрпақ кәдімгі адамды сыйлай білетін, бір-бірін сыйлай білуге, ата-ананы құрметтеуге тәрбиеленеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, көңіліміз ақ болсын, көңілімізде кірбің болмасын, тек амандықпен, ынтымақпен, бірлікпен, осы еліміздің тыныштығы үшін үлкеніміз бар, кішіміз бар, соны қолдауға, құйттай да болса өз үлесімізді қосып, осы тыныштыққа үлес қосайық. Қонаққа керегі тамағың емес қабағың дейді. Осы қабағымыз жадыраңқы болып, тек аман сау жүре берейік.